Кәсіп таңғы сағат 7:30 қанша ерте шығайық десек те, дәл осы уақытта аялдамада тұрамыз. Бүгін тағы кешігетін болдық. Әсия сағатына қарады. Менде үн жатақхананың қоқыс салатын жәшігінен бықсын шығуда. Жағымсыз аялдамадағы бізді алды. Төбесі көрінді-ау әйтеуір. Әлия ешкімде жоқ қоңыр даусымен трамвайдың келе жатқандығын хабар берді. Студенттер екі кісілік орынның бұрышына жайғасуда. Сары трамвай кемпір-шалдар таң атпай қайда барады екен? Сіркесі су көтермеген құрбым көңілін аулап, соны айтам дедім. Абай даңғылы трамвайдан троллейбусқа ауыстық. Аузы мұрын атылайын деп тұрған бұл көліктің ішінде кішігірім талғамның түрлерін көрініп ақ қалды. Терезені ашшы, жел соғады, демалатын ауа жоқ. Жол билетін тексеріп келген жігіттің көзі әдемі екен. Проездной деді құрбым. Көрсетіңдер. Қалтамыздан әзер суырып көрсеткенше әдемі жігіт аяғым таптап өтті де кетті. Тұрапайлықтың әдеміліктің жеңілмағаны таңмын. Немесе әдемілікпен тұрапайлықтың қатар жүргеніне таңмын. Ой, мынау көрсет деп алып студенттерді бұлар менсінуші ме еді? Ырғалып-жырғалып келеміз. Орыс радио қабылдағышынан «Русский радио, все будет хорошо» деген үн жаңғырып жатты. Әр адам өз оймен өзі әуре. Бір елді жаулап алу үшін соғыстың қажеті жоқ. Ол елдің әуенін жаулап алу керек деген Гитлердің тұжырымы санама келді. Ты украл, дура, я не украл. Салонның бас жағында бірі-бірінің жағасын алған адамдардың дауысы шықты. Қазақтың қызы орыс жігітіне дай деньги деп қақтығысуда. Не только я стою. Орыс жігітінің көз шарасынан шығып кеткен. Ақталуға да шара жоқ. Иығын қиған еткізіп көтере берді. Былғары тон киген жігіт біз жаққа суық қарады. Оның көз қарасында өлі тіршілік бар еді. Бәлкім ешқандай өкініштің, мейірімнің сынығы қалмаған болар. Жылдам жеңіл түскенмен жәбірақат кете берді. Көңіліне күдік кірді. Көп ақша болғай сірә. Құрбым қырқысып жатқан екеуге елеңдеулі. Мүмкін. Ие боп тұрмай ма қалтасына. Екеуміз де етек жеңімізді жиыстырдық. Жасыл түсті оқу орнына есігіне кіре бере. Фамилияларың кім деді? Көздірікті кезек шаппай. Жолымызды кес-кестеп. 5 минутке шықтық қой. Қай факультетте оқисыңдар? Ася екеуміз келіскенде жүгіре жөнелдік. Қайтыңдар, сендерді ме? Бәрібір білем кім екендеріңді. Қойшы, білсе біле берсін, ең басты сабаққа үлгердік. Келесіде сұраса өтірік фамилия айта саламыз. Әлия хулана күлімдеді. Алдамшы күндердің бірін өз құлығымызға сырып өткіздік. Қайтарда қорқынышымыз баяу шаршап келеміз. Бағымыз ба, басқа ма? Әдемі жігіт, билеттеріңізді көрсетіңіздер деді. Көрсеттік. Бұл жол аяғымды баспады. Жымиған өзіне жарасады екен. Тек миымды шаршатып баратқан апыр-топыр әуен. Әуеннен ләззат алудың мәні қалмай, оны сананың жауына айналдырдық. Кім не түсініп, не ұғуда? Адамдардың көздерінде жылылық қалмапты. Жап-жас баланың жанары, ол да суық. Өлі көз. Бұл кімнің көзі? Таныс. Былғары тон киген сонақ жігіт. Оның қолы қазір де бос емес екен. Жайбырақат отырған әйелдің қалтасын тілгілеп жатыр. Төбе қиқам шым етті. Соқырларымыз сезімде, түйсікте қалмаған. Ал ананың қолы кәсібі құрбым марғау әлемге кірсе керек пырс-пырс етеді. Түрттім. Ананы қара. Нені? Осы сенің көрмейтін жоқ. Көзі не үшін береді? Айтайын. Басың істемей отыр. Орныма жұлқып отырғызып құрбыма тік қарадым. Айтайын. Бізбен қатар отырған толық әйел әңгіменің төңірегін байқап қалды. Байқатта жуан ернімен «Женщина, вас крадут» деп айқай салды. Бәрі өз орнымен өтер еді. Айқайда жалыныш жанарда болмас еді. Бітті, құрыды деп үлгерді Әлия. Қас пен көздің арасы. Жымысқы жігіт орнынан ұшып түрегелді. Толық әйелді қырындай қағып алып итере-митере есікті ашты да жүріп бара жатқан транспорттан түсіп қалды. Халық у-шу есеңгірегендей. Осылай ақ ұстап отырғам. Тоналған әйел не күлерін не жыларын білмеді. Бітті, құрыды байқұс. Ой аллай. Күбір-күбір сөз. Екі қарайған көз ұшында қала берді. Троллейбус трамвай жолдарын басып өтті. Жүрегіміз шайлған. Екі көңілсіз әлемдеміз. Көзіме толық әйел елестеді. Көйлегі көлмең еткендей, күз жапырақта трамвай қарқынды ілесіп қалықтап келеді. Дүрс етіп трамвай тоқтады. Не болды тағы? Алдыда авария болды. Темір тұлпарлар соққысы бірін-бірі оңдырмапты. Жарытып жүрмейді де. То свет, то авария. Каблукова көшесінің үні таспадан хабарлап қойған егде тартқан кісі елпектеп, жындыханасы осы ұстама деп сұрады. Ол жақтағы өмір қандай екен? Гамлет сомдайын деп есінен адасқан актер жайлы ойладым. Түсінгендей болдым. Жындануға шақ тірлігімнен тыныштық іздедім. Бәлкім жындыханадағы жарым жандар өз-өздерінің тыныштық орнатып алған шығар. Ертесі күндегіден жарты сағат бұрын шықтық. Далада түннің көлеңкесі ғана қалған шақ. Трамвайдан троллейбусқа ауысқанша қоңырқай жарық орнаған. Тұрып тұрғанды жөн көрдім. Жаспыз ғой әлі. Құрбым бос орынға безіп барады.
бетін тұмшалаған әйелдің жанына әлі ақырын жайғасты. Жылысып қасына жеттім. Келеңсіз күндер өз сағасымен ағып жатқандай, кейде ұқсас, кейде басқа. Әлде кімнің қылығын айтып күліп отыр. Көзімді оған салып тұрсам да ойымды бағындыра алмадым. Бет-аузын тұмшалаған келіншек дірілдеп отыр ма қалай? Мен сияқты мұздауық шығар. Бағдаршам жасыл түсін көрсеткен соң біз шайқалып барып теңелдік. Келіншек жалт қарады. Бір қорқыныш сезіледі. Кешегі әйел екенін көзінің қарашығы жасыра алмады. Тіпті көзінде домаланған жас іркіліп тұр. Адам тағдырын өзгертер құбылыстардың айтпай-ақ келетін қандай өкінішті. Жанып тұрған жанның бір-ақ сәтте су сепкендей басылар өкінішті. Күрсіндім. Өкініш орап алды. Орнына өзімді қойдым. Бұрынырақ сізді тонап жатыр дегенімде өзім тонап кетерін білмес едім. Жүріп бара жатқан троллейбус есігінен қалай түсіп қалғанымды ұқпас ем. Алмаздың өткір жүзі бетімді қалай тіліп өткенін де сезбес едім. Ал менің сұлулық бар жерде өмір сүргім келеді. Тек менің ғана емес, бәріміздің де. Бақытқа лайық болайық.